Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай кешкі асқа өте ерекше тағам жасайтын боламыз. Өте сочный тауық етіне жасалынған, өте қарапайым ингредиенттерден жасалынады. Ең алдымен картоптарымызды дәл видеодағыдай ұсақтау етіп турап аламыз. Ең алдымен картоптарымызбен тауық аяқтарын маринадтап аламыз. Ол үшін бізге дәмдеуіш, паприка, 2-3 ас қасық кетчуп, 1-2 ас қасық майонез және тұз қажет. Осылардың бәрін салып жақсылап араластырып аламыз. Араластырып 15-20 минутқа маринадтап қоямыз. Келесі кезекте біз қамырын жасаймыз. Ол үшін бізге айран үстіне разрыхлитель және жұмыртқамызды салып жақсылап араластырып аламыз. Үстіне ұнымызды және 2-3 ас қасық сұйық майымызды салып жұмсақ қамыр елейміз. Қамырымызды біз 2 бөлікке бөліп аламыз. Үлкен бөлігін және кіші бөлік етіп, үлкен бөлігін жайып, противенің астына төсейміз. Өте ерекше тағам, достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Астына қамырымызды төсеп, үстіне маринадталған картоппен тауығымызды салып аламыз. Үстіне қызанақ, пияздарымызды саламыз. Үстін қамырдың екінші бөлігін жауып, қызып тұрған пешке 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Міне достар, біздің духовкада піскен ерекше тағамымыз дайын болды. Дәл осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қараңыздар, достар, ешқандай су қосқан жоқпын. Өзі сочный пісті. Мен видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліңіздер. Лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.